Оқушылар, біз енді мынау мәтінді оқып уақыт жоғалтып жатпай ақ қояйық. Сіздер бұл нұсқаны өздеріңіз тапсырсаңыздар, бұл мәтінмен жақсылап танысқан шығарсыздар. Бірақ мен қазір назар аудару қажет бұл тұстарына тоқталып өтетін боламын. Сонымен номері 21-ші сұрақ. Титан кеме жасауда гидроқұрылыста кеңінен қолданылады себебі дейді. Ауыр металл, химиялық белсенді дейді, коррозияға төзімді, жеңіл металл, қиын балқитын металл дейді. Кеме жасауда және гидроқұрылыста дейді. Енді ол неге байланысты болуы мүмкін? Енді мынаны оқуға тура келді ғой, иә? Қалыпты жағдайда титан ауада, теңіз суында тотықпайды дейді. Көптеген зиянды орталықтардың әсерінен тұрақты, мысалы азот қышқылының сұйытылған және концентрлі ерітіндісінде ерімейді, жоғары температурада титан реагенттерін белсенді әрекет етеді. Енді әрине ол кеме жасау үшін ол коррозияға ұшырап кетпеу керек. Сондықтан дұрыс жауабымыз не болады? Әрине С нұсқасы. Өйткені ол коррозияға не болып тұр екен? Төзімді болып тұр. Сондықтан да бұл С нұсқасы болады. Енді неге жеңіл деген жауапты қабылдамаймыз? Өйткені мысалы кеме жасау кезінде жеңіл болу шарт емес. Мысалы, ұшақ жасауда жеңіл болу шарт, ал кеме жасауда шарт емес, иә? Келесі, титанның электрондық конфигурациясы дейді. Титан бізде нешінші неде орналасқан? Титан. Кімде периодтық кесте бар? Қарап айта қойсаңыздар, менде енді периодтық кесте жоқ, сондықтан да айта алмаймын. Жаңылмасам ол Д-да орналасқан және екінші. Сондықтан да дұрыс жауабымыз не болады бізде? Д нұсқасы болады. Төртінші топ. 3D2, 4S2 болады. Әрі қарай жалғастырамыз. Тізбек бойынша әр сатыдағы өнімнің шығымы 75% болса, 260 грамм титан диоксидінен алынатын титанның массасы дейді. Сонда бізде титан диоксидінен не алынып тұр екен есептің шартында? Титан диоксидінен титан монооксиді алынып тұр, иә? Монооксиді. Әрі қарай титан монооксидінен не алынып тұр? Титан алынып тұр. Әр сатысы неше пайыздан дейді шығымы? 75%-дан. Сонда мынауымыз 260 грамм, мынауымыз X, мынауымыз титанның MR қанша екен? Оқушылар, кімде периодтық кесте бар? Титанның MR қанша екен? Кім көріп бере алады? 48. Қанша? 48. 48. 48-ге қосамын 32-ні, сонда 80 екен, 80, ал мынауымыз 48. Сонда X тапсақ, 260-ды көбейтемін 48-ге, бөлемін 80-ге. Сонда 156. 156. Әр сатысын ойша 100-ге бөліп алам, яғни 75. 75-ті 100-ге бөлсең 0,75 шығады. Одан шыққан санды тағы да 0,75-ге не істеймін? Көбейте салам. Солай емес па? Көбейту 0,75, көбейту 0,75. Сонда 87-де қанша шығады екен? 75 грамм. Бұл Е жауабына сәйкес кетті. Шығымға арналған есепте егер оң жағындағы санды сұраса, шығымды ойша 100-ге бөліп алып, көбейте саламыз. Ал теңдіктің сол жағындағы санды сұраса, біз не істей салатын едік? Бөле салатын едік. Дұрыс жауап сонда Е нұсқасы болады. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Әрі қарай кеттік. Номері 24-ші сұрақ. Титанға тән емес реакция дейді. Әрине бұндай Е жауабы болады. Енді түсіндіре кетейін. Неге? Өйткені назар аударсаңыздар, мұнда жаңа жазылып тұр. Титан ол не дейді? Мысалы, азот қышқылының сұйытылған және концентрлі ерітінділерінде не істемейді дейді? Ерімейді. Значит, ол азот қышқылының концентрлі азот қышқылымен не істемейді деген сөз? Әрекеттеспейді деген сөз. Сондықтан дұрыс жауабымыз әрине бізде Е нұсқасы болады екен. Сұрақ түсінікті деген ойдамын. 25-ші сұрақ. Массасы 20-4 грамм титан тақташасын массалық үлесі 2%-ді болатын 200 грамм сынап сульфаты ерітіндісіне батырды дейді. Нәтижесінде титан 2 тұз түзілді. Реакция аяқталғаннан кейінгі тақташаның массасы дейді. Енді біздің жағдайымызда титан сынапты толғыстырды деп түсіну керек. Сонда біз давайте сынап сульфатының зат мөлшерін тауып алайық. Сынап сульфатының зат мөлшері табу үшін біз не істейміз? 2%-ды көбейтеміз 200 граммға, бөлеміз 100%-ға, оны бөлеміз нешеге? Оны көбейтеміз сынап сульфатының молярлық массасы. Сынаптық жаңылмасам 201, оған қосамын 96-ны, 297 болады. 297. Сонда, получается, 4-ті бөлемін 297-ге. Дұрыс қой. 4-ті бөлем 297-ге. Сонда 0,0
135 шығады. 0,0 моль. Енді пластинканың бастапқы массасы 24 грамм. Қосу 0,0135 көбейту 201. 201 деп отырған ол сынаптың малярлық массасы. Азайту 0,0135 көбейту 48. 48 ол титанның малярлық массасы. Сонда 0,0135 көбейту 201. Сонда әрі қарай 24 қосу 2,71-35 азайту 0,0135 көбейту 48. Сонда 0,648 шығады. Енді 24-ке қосам 2,71-35-ті, одан азайтам 0,648-ті. Сонда 22-де 46 шығады екен. 22-де 46. Ну, қайсыз? Примерно А жауап сәйкес келіп тұр. Сұрақ бар ма? Нет. Сұрақ жоқ, иә? Жақсы. Сұрақ болмаса, біз әрі қарай кеттік. Азот, натрий және никель атомдарының электрондық конфигурациясы дейді. Енді просто төбесіндегі сандардың қосындысы сол элементтің несін беру керек? Реттік нөмірін. Азоттың реттік нөмірі қанша бізде? 7. Сонда төбесіндегі сандардың қосындысы 7-ні беру керек. Ол G жауабына сәйкес келіп тұр. Натрийдікі жаңылмасам 13. 11-ді болатын бұл әрине Б нұсқасы. Ал енді никельді қарап жүре қойыңдар. Периодтық кестенің никельдікі қанша екен? Ол темірдің қасында тұр. Темір, никель бәрі. Примерно 26, 27, 28 қарасаңыздар реттік нөмірі. Никель, кобальт үшеуі бірге тұр. Оларды ұяластар деп айтады. 59 ағай. 59. Жоқ, ол оның массасы. Реттік нөмір қанша? 28. 28. Онда төбесіндегі сандарды қосындысы бізде нені беру керек? 28-ті беру керек. Не кажется, мынау сәйкес келетін сияқты. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 28. Сонда F жауабы болады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ жоқ. Жақсы, әрі қарай кеттік. Молекула кристалдық торлы заттар. Олар әрине ковалентті байланыспен түзілу керек. Сондықтан А жауабы атпадайды. Өйткені калий ол металл. Ал ковалентті байланыста металл бола алмайды. Дальше Б жауабы да атпадайды. С жауабы ковалентті байланыс, бірақ ол атомдық кристалдық тор түзеді. Естерінде болсын, органикалық қосылыстар олар молекулалық кристалдық торға жатады. Сондықтан да бізде жауабымыз не болады? Д, Е және H болады. Алмаз ол атомдық кристалдық тор, ал барий хлориді иондық кристалдық тор. Сонда дұрыс жауабымыз Д жауабы, Е жауабы және H жауабы болады екен. Әрі қарай номері 28-ші сұрақ. Үшінші период 5-ші А топшада орналасқан элементтің жоғары оксидінің сипаттамасы дейді. Давайте біз бұл қандай элемент дейік? Үшінші период 5-ші А топша. Ну, получается фосфор туралы, әңгіме фосфор. Фосфордың жоғары оксиді бұл P2O5. Естіңдерші. Оқушылар, микрофон. Яғни фосфор 5 оксиді қышқылдық оксид. Суда ерімейді дейді, ериді. Суда ерейді, ерімейтін қайдан білесіңдер? Ергіштік кестеге қарайсыңдар. Ергіштік кестеге қарайсыңдар, P2O5 ол PO4 күйінде тұр. PO4-пен H-тың қиысқан жерін қарасаңдар, егер ерейді деп тұрса, значит P2O5 те ерейді. Ақ түсті ұнтақ дейді, дұрыс. Қызыл түсті ұнтақ дейді, дұрыс емес. Негіздік оксид дұрыс емес. Суда сіңіру қабілеті жоғары, түссіз ұшқыш сұйықтық дұрыс емес, қара түсті ұнтақ дейді. Сонда суды сіңіру қабілеті жоғары және қышқылдық оксид. Осы 3 жауап болады. Суды сіңіру қабілеті ол суды жақсы, өзі әрекеттесе отырып суды жақсы сіңіреді. Элементтердің электротестілігінің өсу қатары дейді. Енді электротестілік қандай жағдайда өседі? Бізде бейметалдық қасиет артқан сайын электротестілік артады. Ал бейметалдық қасиет период бойынша солдан оңға қарай, топ бойынша төменнен жоғарға қарай артады. Оны жақсы білесіздер деген ойдамын. Сонда дұрыс жауап А жауап бола алмайды. Иод, бром, хлор, фтор қатарында көрдіңіздер ма? Топ бойынша төменнен жоғары артып келе жатыр. Мынау бола алмайды. Бола алмайды. Магний, алюминий, кремний бола алады. Көміртек, азот, оттек, фтор бола алады. Ну, енді мынау точно бола алмайды. Фтор ешқашан бірінші тұрмайды. Фтор соңында тұру керек.
Сондықтан да дұрыс жауап Б, Ф, Е және F болады. Бұл жағдайда мұқият жақсылап қарасаңыздар болады. Номер 30 сұрақты сразу тастап кете беруге болады, өйткені жаңартылған бағдарламаға бұл тақырып кіргенімен биылдан бастап ұбт-ның тақырыптар тізімінде жоқ. Оқушылар қандай тақырыптар ұбт-ға кіретінін білесіздер ғой, әлде жіберейін ба? Жіберіңізші. Жақсы, ұмыттырмаңдар, маған телеграмға жазыңдар, мен жіберемін, WhatsApp-қа жазыңдар. Мынау көлемі 10 мл 0,1-0,05 малярлық тұз қышқылы ерітіндісін титрлеуге 10,965 маляр натрий гидроксидінің қажет көлемі дейді. Мұнда біз қандай формуланы қолданамыз? С1 көбейту В1 тең С2 көбейту В2 деген формуланы қолданамыз. Сонда В2-ні табу үшін біз 10-ды көбейтеміз нешеге? 0,11-05-ке бөлеміз әрине 0,0965-ке. Вообще детский есебі. 10-ды көбейтеміз 0,11-05-ке бөлеміз 0,0965-ке. Сонда 11-4 шығады екен. 11-де, точнее 404 шығады екен. Ондай жауап бар ма әйтеуір? Детский есепте отқаны. Ондай жауап көріп түсіндір ме? 45 жоқ. Ну, примерно Е жауап сәйкес келген. Мен қай жерден қате кеттім? Давайте тағы тексеріп көрейік. 10 көбейту 0,11-05 дұрыс бөлу 0,0965. Дұрыс қой, 965 қой. Мен қате кеттім. 11-де 45 шығады екен. 11-де ровно 45 шығады екен. Дұрыс жауап Е болады. Келесі, этилен толық жанғандағы коэффициенттердің қосындысы дейді. Оттекті органикалық заттар жанғанда не шығады? Этилен, ол С2H4, С2H4 қосу O2, нәтижесінде СО2 қосу H2O. Сутектің санын 2-ке бөлеміз бойынша, егер жұп сан шықса 2 еселеудің қажеті жоқ, тақ сан шықса 2 еселейміз. 4 2-ке бөлсеңіздер 2, ол жұп сан, сондықтан 2 еселеудің қажеті жоқ. 4, мында 6, мында 3 қоямыз. Сонда мында 4-еу бар, мында 4-еу бар, общий қосындысы нешені береді? 8-ті береді. Дұрыс жауабымыз әрине А нұсқасына сәйкес келіп тұр. Номері 34-ші есеп. Массасы 8-де 4 грамм темір ұнтағы 15% 200 грамм сульфат ерітіндісіне салынды дейді. Біраз уақыттан кейін тұнбаға түскен металды ерітіндіден бөліп алып өлшегенде массасы 9-6 грамм болды дейді. Реакциядан кейін қалған ерітіндідегі тұздардың массалары дейді. Біздің жағдайымызда енді бұл әрине неге арналған есеп? Пластинкаға арналған есеп. Бізге енді нені тауып алу керек? Аны тауып алу қажет. Бұндай жағдайда бізде не істейтін едік? Пластинканың біздің бастапқы массамыз қанша еді? 8-де 4, 8-де 4 грамм. 8-де 4, азайту 56А, өткен темірден жасалған ғой, қосу 64А тең не болады? Соңғы масса 9-да 6. Енді 9-да 6-дан азайтам 8-де 4-ті, 1-де 2 шығады, 1-де 2 тең 64-тен 56-ны азайтсақ, жаңа массам 8А шығады. Аны тапсақ, 1-де 2-ні бөлеміз 8-ге. Сонда 0,15 шығады. 0,15. 0,15 бұл дегеніміз реакцияға түскен темірдің нәтижесінде түсірілген темір 2 сульфатының және қалған мыс сульфатының реакцияға түскен мыс сульфатының зат мөлшерлері. Үшін бізде мынандай реакция жүреді ғой, темірге мыс 2 сульфатын қосамыз, нәтижесінде темір 2 сульфаты шығады және мыс шығады. Сонда біз мынаның қаншасы реакцияға түскен тауып алдық. Көрдіңіздер ме? Мынадан 0,15 реакцияға түскен, мынадан 0,15 түзілген. Яғни мыналарымыз мынау түзілген, мынау кемітеміз. Сәйкесінше енді не істейміз? Әрі қарай енді біз бастапқы қанша еді? Есептің шарты бойынша 200 грамм бет. 200 грамм неше пайыз деді? 15%. Әрі қарай енді біз массасын тауып аламыз, е? Масса купрум SO4-ті тауып аламыз. Сонда купрум SO4-тің массасын табу үшін 0,15-ті 15 көбейтеміз 200-ге. Сонда 30 грамм шығады. 30 граммнан азайтамыз 160 көбейту 0,15-ті. Неге? 160 ол мыс сульфатының малярлық массасы. Ал 0,15 ол реакцияға түсіп кеткен, міне, мына жерде реакцияға түсіп кеткен мыс сульфатының зат мөлшері. Сонда 160-ті көбейтем 0,15-ге. Сонда 24, 30-дан 24-ті алып тастасақ, 6 грамм бізде не қалады екен?
мыс сульфаты қалады екен. Және енді реакциядан кейін түзілген темір сульфатының зат мөлшерін табу керек. Соны 0,15-ті көбейтем. 96-ға қосам 56. 56 бұл әрине бізде темірдің малярлық массасы. 152-ге 0,15-ті көбейтем. Сонда 22-де 8. Сонда дұрыс жауабымыз F және H болады. Пластинкаға арналған есептер Telegram каналда бар. Бұл ұбт-да келетін есептің тақырып тізіміне жатады. Сондықтан да жаңағыдай А дегеніміз не, соның барлығын жақсылап қарап алсаңыздар болады. Пластинканың есебі жалпы қиын емес. Келесі, массасы 53 грамм болатын пропин мен ацетилен қоспасын гидраттап алынған қоспаға жаңа дайындалған мыс 2 гидроксидін қосып қыздырды дейді. Нәтижесінде массасы 216 грамм болатын қызыл түсті тұнба пайда болды. Бастапқы қоспадағы заттардың массалық үлесі дейді. Енді бұл жағдайда пропин мен ацетиленнің қоспасы реакцияға түскенде реакцияға түскенде әрине кетон шығады, ал ацетилен реакцияға түскенде Кучеров реакциясы ғой, бізде альдегид шығады. Только альдегид қана немен әрекеттеседі? Мыс 2 гидроксидімен әрекеттеседі. Сондықтан да бізде только мыс 2 гидроксид. Ненікін тауып алуға болады сразу? Біздегі пропиндікін тауып алуға болады сразу. Ацетилендікін тауып алуға болады. Давайте мен сразу көрсете салайын. Ацетилен бұл С2H2. Стрелка не болады? Купрум 2О. Біздің жағдайымызда купрум 2О сіздерге түсінікті болу үшін жазып кеткен шегінбей. С2H2-ге суды қоссақ, оқушылар, бізде CH3, COH түсіледі. Бұл альдегид. Әрі қарай альдегид жаңа дайындалған мыс гидроксидімен реакцияға түседі. Нәтижесінде сірке қышқылына айналады. CH3COH. Купрум 2О, міне мынауымыз тұнбамыз. Қызыл тұнба деп отырғанымыз осы. Қосу әрине H2O түсіледі. Міне, бізде сразу теңестіріп, міне мынау арқылы шығарып кете береміз. Мына жерге неше қоямыз? 2 қоямыз. Сондықтан да бізде мынауымыз 216, мынауымыз X, мынауымыз малярлық массасын жазамыз. Қанша екен? 64-ті көбейтемін 2-ге 128, оған қосам 16-ны 144. 144, ал мынауымыз 26. Сонда X тапсақ, 26-ны көбейтем 216-ға бөлемін 144-ге. Сонда 39 грамм шығады. 39 грамм. Бастапқы қоспадағы заттардың массалық үлесі. Біз ацетиленнің массалық үлесін табатын болсақ, 39-ді бөлеміз 53-ге, көбейтеміз нешеге? 100-ге. 39-ды бөлемін 53-ге, көбейтем 100-ге. Сонда 73,6% шығады. Бұл бізде ацетиленнің үлесі. Енді пропиннің үлесін табу үшін, С3H4-тің үлесін табу үшін, әрине 100-ден азайтам 73-те 6-ны. Сонда 100 азайту 73-те 6. 26-та 4 шығады. 26-та 4. Бұл жауап. Сонда дұрыс жауап А және Д нұсқасы болады. Оқушылар, сұрақ бар ма? Жоқ. Неге біз, қараңыздар, неге біз пропинмен шығармадық? Пропин, яғни пропин, ол мынау ғой, CH3, C3 байланыс, CH. Бұған суды қоссақ, суды H-OH-ты қоссақ. Симметриялы емес молекулаға, симметриялы емес субстратқа, симметриялы емес реагентті қосқанда не дейтін едік? Сутек қайсына барады? Сутек көпке, ал OH сутек азға барады деп айтады. Бұл кімнің ережесі? Марковский. Марковник ережесі. Сондықтан да бізде мына жағдайда не түзіледі? Кетон түзіледі. Ал кетондар, олар күміс айна реакциясына мыс 2 гидроксидімен әрекеттеспейді. Ал бізде ацетилен деп отырғанымыз ол мынау ғой. Ал ацетиленіміз ол симметриялы молекула. Ал симметриялы молекула болғандықтан, бұған уже Марковник ережесі орындалмайды. Өйткені разница жоқ қой, екі жағы да бірдей болғандықтан. Сондықтан да мында CH3, COH деген альдегид шығады. Әрі қарай альдегидтер күміс айна реакциясына түседі, немесе мыс 2 гидроксидімен әрекеттеседі. Мыс 2 гидроксиді ол көп атомды спирттерге және альдегидтерге сапалық реакция болып табылады. Бұны білу керек. Немесе бір қайталап еске түсірем десеңіздер,
жаңа органикалық химия телеграм каналында қосылсаңыздар ақылы, соның ішінде органикалық заттардың сапалық реакциялар деген документ бар. Соны жаттап алсаңыздар, ұбт-дағы мұндай сұрақтарға жауап беру қиын емес. Сіздерге төртінші нұсқаның талдауы түсінікті деген ойдамын. Қазір міндетті түрде телеграм каналға салатын боламын бұның барлығын. Сол жерден қайталап, жақсылап көріп, конспект жасайтын болсаңыздар, жасай аласыздар. Сосын телеграм каналға мен 5-ші нұсқаны салып қоям. 5-ші нұсқаны өз беттеріңізбен орындап көріңіздер. 5-ші, 6-шы нұсқаны. Біз оны ертең талдайтын боламыз. Сұрақ бар ма? Жоқ, ағай. Жақсы. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыз.